Қайырлы күн құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге ағзаларыңызға өте пайдалы, ашытқысыз, яғни дрожсыз нанның жасалу жолын көрсетемін. Бүгінгі нанымыз асқабақпен жасалады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін асықпай қараңыздар. Орташа көлемдегі асқабақтың бізге тең жартысы керек болады. Асқабағымызды теркіден жақсылап тұрып өткізіп аламыз. Асқабақты білесіздер, дәрумендерге өте бай, сондықтан да дәл қазір сезонында көбіректеу қолдансаңыздар болады. Енді ыдысымызға күнделікті қолданатын ұнымыздан 300 грамм ұнды жақсылап тұрып елеп аламыз. Оның үстіне қара ұн қосамыз. Кез келген қара ұнды қоссаңыздар болады. Енді жарты шай қасық тұз саламыз және 1 шай қасық ас содасын салып жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді дәл осы ұнымыздың үстіне теркіден өткізген асқабақтарымызды саламыз. Енді дәміне қарай асқабақтың дәнін салсаңыздар да болады. Дәнді салу маңызды емес. Енді оның үстіне 300 грамм айранымызды құямыз. Кез келген пайыздағы айран болады, тіпті үйдің де айранын қолдансаңыздар болады. Қамырымызды жақсылап тұрып, біріктіріп аламыз. Біздің қамырымыз қолға жабысатын қамыр болу керек. Ешқандай май құймайсыздар. Дәл осындай жабысқақ қамыр болуы керек. Ұнды да барынша қатты елемейсіздер. Міне біздің қамырымыз өте жақсы болып иленді. Осындай жабысқақ, қолға жабысатын қамыр болады. Қамырымызды тығыздап илеудің қажеті жоқ. Сондай жабысқақ қамырлар болады. Бар болғанда 1-2 минут қана жақсылап араластырып илесеңіздер сол жеткілікті. Міне біздің қамырымыз дайын. Ешқандай дем алдырмаймыз. Дәл осы кезде пешімізді қыздырып қоямыз. 180 немесе 200 градусқа қоясыздар. Енді табамызды аздап май құйып, жақсылап тұрып майлап аламыз. Майланған тапамыздың үстіне қамырымызды саламыз. Азғантай ғана жұқартып аламыз қамырымызды. Өте қатты жұқартудың қажеті жоқ. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді дайын болған қамырымыздың үстін өткір пышақпен 2-3 рет жұқалап тұрып кесіп аламыз. Енді бетіне ешқандай жұмыртқа жақпайсыздар, жай ғана салқын суды сепсеңіздер сол жеткілікті. Қызып тұрған пешімізде 180 немесе 200 градуста 40-45 минут уақытында пісіріп аламыз. Міне біздің нанымыз дайын болды. Менің наным 45 минут уақыт аралығында пісіп шықты. Қазір нанымыз өте ыстық. Біздің нанымызды толықтай суытып, сосын барып кесу керек. Мен нанды толықтай 2 сағатта мұздатып алдым. Сонымен біздің нанымыз дайын. Енді нанымызды кессек болады. Қараңыздар, ешқандай көтерілмей қалмайды, ешқандай піспей қалмайды. Қараңыздар, өте әдемі, сондай жұп-жұмсақ асқабақтан біздің нанымыз дайын болды. Бұл нан сіздің ағзаларыңызға өте пайдалы. Егер де сіздерде асқазан немесе өт аурулары, бауыр аурулары мазалайтын болса, дәл осы нанды пайдалансаңыздар болады. Өте жеңіл қорытылады және күні бойы тоқ жүретін боласыздар бұл нанды қолдансаңыздар.
Ең бастысы сіздің ағзаңызға өте пайдалы нан. Ешқандай ашытқы қоспай, дәл осындай өте пайдалы нандарды ұсынсаңыздар болады. Осымен біздің асқабақтан жасалатын нанымыз дайын. Сіздерге де кеңес беремін, дәл осы рецептпен жасап көруді ұмытпаңыздар. Құрметті көрермендер, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, достарыңызға, жақындарыңызға дәл осы видеоны бөлісуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.